Мемлекеттік грантта оқитын немесе жақында оқуын бітірген студенттер бакалавр отработкасын жасамасаңыздар айыппұл салынып жатыр дейді. Дәл осындай ақпарат әлеуметтік желіде жаппай шарылап жүр. Расымен отработка орындамасаңыздар айыппұл салына ма? Шетелге шығармай тастай ма? Қазір осы сұраққа заң шеңберінде жауап іздеп көрейік. Алдымен мынадан бастасақ. Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 47 бап 17 тармағында мемлекеттік қаражат есебінде тегін білім алған студенттер кемінде 3 жыл грант өтеуге міндетті. Осы тармақтың 4 тармақшасында жұмысты өтеу жөніндегі міндетті орындамаған үшін бюджет қаражат есебінен шыққан шығындарды қайтарып беруге міндетті екен. Ал жалпы қаражат қалай өтеледі деген сұрақ туындайды. Осы сұрақ бойынша ғылым және жоғары білім министрлігінен арнайы сауал жолдап ақпарат сұратқан едік. Бізге берген жауабына сәйкес азаматтық кодекстің 298 бабына сәйкес арнайы міндеттемелердің орындалмағаны үшін айыппұл өндіріп алынатыны жазылған. Сондай-ақ министрлік грант өтемеген студенттердің ісі дәл осы заң бойынша қаралатынын айтады. Айыппұл сомасы мынадай жолмен есептеледі екен. Егер қарыз сомаңыз болса, оны мерзім өткен күндерге көбейтіп, оны Қазақстан Республикасының ұлттық банктың базалық мөлшерлемесіне көбейтіп 360 күнге бөледі. Ал кімдер грантты өтемейді? Білім туралы заңның 47 бап 17.2 тармағына сәйкес резидентураға, магистратураға, докторантураға түскен адамдардың бакалаврда грант өтеуден босатылады. Сондай-ақ елді мекендерде мамандық бойынша бос орын болмаған жағдайда босатылатыны жазылған. Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі баласы бар және сол жасқа дейінгі баланы асыраушы адамдар да босатылатыны жазылған. Айыппұлды өтемеген жағдайда шетелге шығуға тыйым салына ма? Процесс жалпы қалай жүреді, осыны баяндасақ. Грант өтемеген жағдайда алдымен сот атқару парағын жазып береді. Кейін бұл құжатты қарызды өндіріп алушыға немесе сол аумақтағы жергілікті әділет органына жіберіледі екен. Парақта өндіріп алынатын жалпы сома жазылады. Ал студент тарапынан соттың заңды күшіне енген шешім орындалмаған әрекет анықталса, атқарушылық іс жүргізу сот орындаушының мәртебесі туралы заңның 2 бабына сәйкес мәжбүрлі орындауға бағытталатын шаралар қолданылады. Дәл осы заңның 31-32 баптарына сәйкес грант өтемеген студенттердің ісі сотқа жеткен жағдайда өзіндік немесе өзге де жеке заңды тұлғалардың ақшасы мен бағалы қағаздарына да тыйым салынады. Жылжымайтын мүліктеріне де тәркіленеді екен. Осы заңның 33 бабына сәйкес студент тарапынан 3 айдан астам уақыт орындалмаса, ел аумағынан уақытша шыға алмайды. Ал жалпы грант өтеу процесі қалай жүргізіледі? Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 11 тамыздағы 403 бұйрығына бекітілген қағидасының 3-8 тармақтарында жұмысқа жіберу тәртібі толықтай көрсетілген. Бұл құжаттарда студенттерге белгілі бір мекемелерге міндеттеу туралы мәтін жоқ. Яғни жеке компания ма, мемлекеттік мекеме ме, студенттің өз еркі қайда өтсе де. Алайда грант квотасына байланысты арнайы ережелер бар. Мәселен, жоғарыдағы қағидасының 3 тармағына сәйкес ауылдық квота арқылы педагогикалық, медициналық, ауыл шаруашылық және басқа да мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл жастары ауылдық жерлерде орналасқан ұйымдарда жұмыс істеуге міндетті. Байқап тұрғанымыздай, мемлекеттік грант өтемеген үшін айыппұл салу күрделі процесс. Тіпті 6 жылға жуық уақытқа созылуы мүмкін. Студент грантты өтеуден резидентураға, магистратураға, докторантураға түсу арқылы босатылуы мүмкін. Алайда олардың да өтеуі бар. Оқу аяқталғаннан қанша жыл өтсе де оқу орны сотқа бере алатын ескерсек, өтеден қашу мүмкін емес. Сондықтан мемлекеттік грантта оқитын әрі оқу бітірген студенттер ертерек грант өтеу мәселесін қарастырғаны жөн. Ал сіз мемлекеттік грантта оқыдыңыз ба? Оқысаңыз қай жерде өтеп жүрсіз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, себебі шындыққа сіздің де таласыңыз бар.